бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Біздің оқырмандар, көрермендеріміз жиналып алсын. Қазір бірер минуттен кейін біздің тікелей эфирімізде басталатын болады. Барлықтарыңыз қош келдіңіздер, қош көрдік. Телефонның алдына жақсылап тұрып жайғасып алыңыздар. Уақыттарыңызды бөліп дайын отырыңыздар. Сонымен барлығы кіріп болса, біздің тікелей эфирімізді бастаймыз. Тікелей эфирді бастамас бұрын мен сіздерге, құрметті көрермендер, қадірлі оқырмандар, кішкентай бүлдіршіндер, сіздерге арнап көкшетаулық ақынның «Тағдыр театр» дейтін керемет өлең шумақтарын оқып бергім келіп тұр. Дүние драма, қос бөлімге бөлінген. Бір бөлімі қызықты бір бөлімнен. Біреуінде төрің жақын көріңнен, біреуінде көрің жақын төріңнен. Төрде талай күліп ойнап көргенбіз. Кіріп әлі көрмесек те көрге біз, төр дегенім тіршіліктің сахнасы, көр дегенім дем алатын бөлмеміз. Тағдыр театр, өмір пьеса тәрізді. Актеріміз біз аңдап басар әр ізді. Пьеса қанша созылғаны сөз емес, оны қалай ойнағаным маңызды. Мәңгілікпен жалғастырып жолымды, өміріммен таң қалдырам өлімді. Рөліндемін мен бір туар ақынның, ойнай алмас ешкім менің рөлімді. Менен бір мұңайып, бір күлер, ойыныма отыр қарап бүкіл ел. Сайтаным ба, періштем бе не деп тұр, сахнаның сыртындағы суфлер. Бұл көкшетаулық ақын Алмас Темірбайдың «Тағдыр театр» дейтін керемет поэзиясы болатын. Жалпы театр дейтін ол үлкен бір коллективтік ұжым деп айтамыз. Сол театрдың ішіндегі біздер мысалға көптеген театрлар бар, музыкалық театрлар бар, драмалық театрлар бар, көптеген жанрларда өнер көрсететін театрлар бар. Ал біздің театр Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театры, яғни кішкентай балаларға, кішкентай бүлдіршіндерге арналған театр деп айтсақ қателескенім болмас. Мен өзім таныстырып кетейін. Мен Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының әртісі, жас әртісі деп айтсам дұрыс болар, Рысбеков Дәурен Рыстайұлы. Сонымен сіздер дайын болсаңыздар, мен сіздерге ертегімді айтып беруге дайынмын. Ал біздің бүгін театрымызға, биыл біздің театрымызға 35 жыл толып жатыр. Сонымен мен бастаймын. Ең алғашқы ертегіміз баласын жоғалтқан күнше деп аталады. Ендеше кеттік. Ертеде күнше дейтін бір жесір әйел болыпты. Ол күндердің бір күні өзінің құрым лашығынан жалғыз баласын ұрлатып алып, зар елепті. Күншенің мұндай күйге ұшыраған көрген ел жұрты қатты налыпты. Бейшараға қалай жәрдемдесеміз деп өзара кеңеседі. Арада 4 жыл өтеді.
Қанша іздегенмен бала табылмады. Толыбай деген сыншы бар, соған барып арыз айт, деп ауыл адамдары Күншеге ақыл айтты. Толыбай мың түрлі аңдар мен құстардың тілін біледі. Адамның не ойлап отырғанын айтпай табады. Жаңа туған еркек құлынның өскенде қандай ат боларын қатесіз айырады. Әйтеуір білмейтіні жоқ депті. Күнше ерінен қалған торы қасқа атқа салт мініп, Толыбайды іздеп кетті. Елсіз, жолсыз даланы кезіп, жолшыбай талай таңды атырды, талай күнді батырды. Өзі жүдеп, аты әбден болдырды. Өлдім талдым дегенде Күнше Толыбай данышпанның үйіне жетті. Ақ сақалы омырауын жапқан қара шал өзінің жұлым-жұлым қара күркесінің алдында астына ескі текемет төсеп отыр екен. Өзі сіңірі шыққан кедей еді. Сонда да данышпандық айтқан адамдарынан бір тыйын алмайтын. Толыбай Күншені жылы шыраймен қарсы алады. Оның келетінін күні бұрын біліп отыр екен. Сізден ақыл сұрауға алыс жерден Күнше деген әйел келе жатыр, деп Толыбайға қарлығаштары айтып отырған екен. Қош келіпсің шырағым, арызыңды айтып отыр, дейді Толыбай. Күнше еңіреп жылап, жалғыз баламнан айырылып, қанаты кесілген құстай сорлап қалдым ата. Мұңымды шағайын деп, әдейі сізге келдім. Толыбай Күншенің арызын ықыласпен тыңдады. Құс болып ысқырып қалып еді, бір топ қарлығаш ұшып келді. Қарлығаштар Күншені қанатымен желпіп, ауыздарымен су бүркіп жүр. Толыбай қолын серпіп, ымдап қалып еді, бір топ қарлығаш тізілген бойларымен Күншенің еліне қарай ұша жөнелді. Қарлығаштар кешке таман қайта оралды. Бармақ басындай бір сұр тышқанды алып келді. Тышқан өзінің көрген білгенін Толыбайға айтып берді. Күншенің баласын іркілдеген ала көзді әйелдің ұрлап кеткенін көріп едім, деді тышқан. Тышқанның айтқанын Толыбай адам тілімен жеткізіп еді, Күнше еңіреп жылай бастады. Ойбай, баламды ұрлаған Айжарық сұм екен ғой. Өмір бойы бала көрмей жүріп, 60-қа жеткенде балалы бола қалғанына күдіктенетін едім. Толыбай құс тілінде ысқырып қалып еді, дәу екі қара бүркіт жетіп келді де, екі иығына қона қалды. Толыбай бүркіттерге әмір етті. Мұна Күншенің еліне тез барыңдар да, Айжарық кемпірді баласымен алып келіңдер. Екі бүркіт биікке самғап ала жөнелді. Ертеңіне күн шығып, келе жатқан мезгілде бүркіттің біреуі бет аузы қожыр-қожыр, екі иығына екі кісі мінгендей, басы қазандай шүңірек көз қара кемпірді Толыбайдың алдына әкеліп тастады. Екінші бүркіт өзінің қанатына мінгізіп әкелген баланы еппен түсірді. Өзі әппақ, көзі ботаның көзіндей жаудыраған бала аң-таң болып үнсіз тұр. Жүрегі бірдеңені сезгендей бала көрген жерден ақ Күншеге қолын созды. Айжарық баланың қолын қағып жіберді де, өзіне қарай тартып алды. Мұна Күншенің баласын өзіне бер, деп Толыбай ақырып қалды. Өзің бір алжыған шал екенсің, деді Айжарық саспай. Өз баламды неге берейін біреуге? Бала Күншеден көзін алмай жаутаңдап қарай берді. Тілімді алмасаң, деді Толыбай, мен бұл баланы екеуіңе теңдей бөліп беремін. Айбалтасын алып балаға қарай ұмтылды. Айжарық тебіренбестен, ерік өзінде, деп баланы Толыбайға қарай итеріп жіберді. Күнше Толыбайдың аяғына жалынып, ағатай, айта көрмеңіз, қайда жүрсе де тірі болсын, осыған ақ беріңіз, деп жалынады. Айжарық, бұл сенің балаң емес. Сондықтан оның өлі тірісі сен үшін бәрібір. Ал Күнше баланың туған анасы.
Сондықтан ол баласы өзгеге кетсе де, оған өмір тілейді, өлімге қимайды. Деп Толыбай сыншы баланы шын шешесі Күншеге алып беріпті. Міне көрдіңіздер ме? Бұл ертегіде баланың көңілі далада, ал ананың көңілі балада деген сөздің, яғни сол сөздің бір мәні осы ертегімен шешілген десе де болатын шығар, сондықтан үйде жүрген ата-аналарымызды, ата-әжелерімізді, апа-ағаларымызды қадірлеп, солардың айтқанын тыңдап, айтқандарын бұлт етпей жүргеніміз абзалырақ. Сендерге мынандай бір біздің ақтөбелік ақын Қайнар Алагөзов, яғни айтыскер ақын десе де болады, соның өлеңін айтып берейін. Яғни дәл осы ертегіге тұспа-тұс келеді деуге болады. Өлеңнің аты «Біздің үйде 500 келі алтын бар». Ендеше бастаймыз. Біздің үйде 500 келі алтын бар. Сенбесеңдер, таразыға тартыңдар. Анам алтын 80 келі тартады. Ағамды айтсам, 100 келі алтын бар тағы. Жеңешем мен келіншегім 100 келі. Және 70 килограмм бар біздегі. Інім алтын, алтындай келіншегі бар. Екеуінде 120-дай келі бар. Анашымның ерні түйіп сүйгені 30 келі немересі үйдегі. Міне осындай алтыны бар әркімнің, бәлкім шаттық, біреуінде бәлкім мұң. Қолдан келсе бір-біріне қарайлап, қолда барда қадірін біл алтынның. Неке көрдіңіздер ме? Сондықтан қолымызда бар нәрсенің қадірін бағалап жүргеніміз абзал болады. Үйдегі ата-аналарымыз, ата-әжелеріміздің, үлкен кісілердің айтқандарын тыңдап, қадірін біліп, бар кезде қадірін біліп жүргеніміз дұрыс болады. Ендеше менің келесі ертегім «Тазша баланың ақылы» деп аталады. Ал сіздер тыңдауға дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, біздер бастаймыз. Бастамас бұрын бір керемет ана туралы ән есіме келіп тұр. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар, ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама, суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемешім мама. Саған тартқан менің күлгенім, сенің арқаң шалқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін. Мені ойлап қам жемешім мама, мені ойлап қам жемеші ана. Сондықтан үйдегі ата-аналарымыздың қадірін білейік. Үлкеннің қадірін балалы болғанда білерсің деп қазақ бекер айтпаса керек. Ендеше келесі ертегім «Тазша баланың ақылы». Бастаймыз. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір үлкен баласы басқа жерден кәсіп алуға талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып,
етінен кемпір мен шалға бір түйір де берместен арқалап кетіпті. Келе жатып, бір өнерші байдың үйіне кезігіпті. Осы байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті пайдаланып, ақысын төлейтін мезгілге алдап, сандыққа салып, аузын бекітіп тастайды. Үйінде қалған ортаншы баласы да өнер үйренбекке талап етіп, ол да ағасының кеткен жолымен өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай ақысын төлейтін кезде оны да сандыққа тығып тастайды. Ал үшінші ұлы, тазша бала, ағаларындай өзіне тиген ешкіні сойып алып, жарды етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып жүріп кетіпті. Келе жатып, бір қора қойға кезігеді. Ал қойды бір шал бағып жүр екен. Тазша бала қойшыдан: «Ассалаумағалейкум, бұл кімнің қойы?» деп сұрайды. Сонда қойшы: «Бұл өнерші байдың отары» деп жауап береді де: «Қарағым, сен өзі қайда барасың?» деп сөзін жалғастырады. «Ата, мен өнер үйренуге барам» деп жауап береді тазша бала. Сонда шал тұрып: «Балам, өнерші бай өте зұлым адам. Одан аулақ жүр. Аң құс болып ұшып, аң болып жорта алатын қасиеті бар» деп ақылын айтыпты. Тазша шалдың айтқаны рас ау деп ойлайды. Қайтсе де сол зұлым байды көріп кеткісі келеді. Ол байдың үйіне келіп, сол күні байдың үйіне қонады. Ертеңіне жүрейін деп жатқан кезінде өнерші бай: «Жігітім, қайда барасың?» деп сұрайды. Тазша бала: «Мен баласы жоққа еншілес бала бола алам» деп жауап береді. Сонда бай: «Олай болса, сен қал, маған бала бол. Мен жолаушылап кетіп барам. Мен кеткен соң ақ құнан қойды сой, той жаса, асық жілігін етімен өзің жерсің» дейді де өзі жолаушылап кетеді. Тазша бала: «Хош, аға, жолыңыз болсын» деп үйде қалады. Өнерші байдың сұлу қызы бар екен. Тазшаның ұнатып қалған қыз: «Аға, сен асықты жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бірі ақ тазы келіп жілікке ұмтылар. Сен балтаны алып, тазыны өлтір» дейді. Мұнан соң тазша бала ақ құнан қойды сойып, той қылады. Көршілерін шақырып, асықты жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын орындап, керегі басына іліп қояды. Айтқандай-ақ ақ тазы келіп, жілікке ұмтылыпты. Тазша тазыға қарай балтаны жіберіп құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне оралады. Тазша баланы көріп ашуланады. Енді бұл итті аштан өлтірейін деп ойлайды. Тазшаны да ағаларындай алдап,
сандықтан 3 ұлы шығады. Оларды ілестіріп үйіне қайтады. Тазша жол жөнекей әкесіне өнерші бай және оның қызымен қалай танысып, сиқыр өнерін қалай үйренгендігі жөнінде, ағаларының сол қыздың көмегімен қалай тірі қалғандары туралы әңгімелеп береді. Мінекей қызық. Үйіне оралған тазша бала: әке, мен бір талай өнер үйрендім. Біз енді жауыз өнерші байды сабасына келтіріп, алдап соғуымыз керек. Ол күнде таңертең базарға барып, арзан бағамен мен бір қара құнан қой болайын. Мойныма жіп тағып, жетектеп сол базарға апарыңыз. Бірақ мені тек өнерші байға сатыңыз да, жіпті алып қалыңыз дейді. Міне, әкесі келіседі. Баласы айтқандай қара құнан қойға айналады. Әкесі мойнына жіп тағып базарға апарады. Оны өнерші байға сатып үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түседі де үйіне қашып келеді. Келесі жолы ол: әке, енді мен жорға ат болайын. Мені базарға апарып, сол өнерші байға сатыңыз, бірақ шылбырды алып қалыңыз, дейді. Баласы ат болады. Әкесі базарға апарып, сол баяғы байға сатады. Шылбырын алып үйіне қайтады. Ертеңіне тазша тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп әкесіне: әке, бұл жолы мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Қолына ала бергенде тазша тар болып шашылады. Бай тауық болып шұқиын дейді. Осы кезде тазша адам кейпіне оралып, тауық болып жүрген өнерші байдың желкесінен ұстап алады. Басын төмен қаратып ұстап тұрып, іштей дұға оқиды да, оның бойындағы бар сиқырын жойып жібереді. Осылай тазша зұлымдықты жеңіп, өзіне көп көмек берген өнерші байдың қызын алып, өзінің алдына қойған мұратына жетеді. Міне көрдіңіздер ме балалар, бұл ертегіде айқын шындығы осы ертегіде ашылған десем қателеспеген болар. Жалпы өнерлі адам ешқандай жерде де қалмайды. Өнерлі болсаң, сен барлық жерге өзіңнің мінезіңмен өзің
Құрметті оқырмандар, техникалық ақаулар болып жатыр. Айыпқа бұйырмаңыздар. Қалай айтсам болады? Енді бізге өзіме берілген осы ертегілерді сіздерге оқып, сіздердің саналарыңызға, сіздердің ойларыңызға бір құттай да болса келесі кездескенше аман сау болыңыздар.